бір сөзіңізде сіз ондап 20 жылдап қазақ тілін дамыта алмай жатқан, аясын кеңейте алмай жатқан мәселені 5-ақ жылда шешуге болады депсіз. 3 жылда шешуге болады. Тіпті 3 жылда ма? Тіпті 3 жылда. Қалай? Бұл 3 факторды қолға алу керек. Бірінші фактор тілдік орта. Тілдік ортаға 3 сектор кіреді. Билік секторы, мемлекеттік, коммерциялық сектор, қоғамдық сектор. Біз аламызда қазір тілді қанша адам Қазақстанда тіл біледі деп сұрақ қоймай, қанша мемлекеттік қызметкер білетіндігін, қандай деңгейде білетіндігін, не білетіндігін, соны еске мемлекеттік қызметке кірген күннен бастап, соны бақылап отыру керек. Сонда ешқандай сұрақ болмайды. Екінші, аударма. Аударма, ілеспе аударма, ауызша жазбаша аударма, бүкіл форматының барлық қолға алыну керек. Және аудармашыларға құзырет берілу керек, құзыр берілу керек. Өйткені жаңағыдай дұрыс аудармаған адам жауап беру керек сотта. Көрдіңіз бе? Соның барлығы неге заңға кіргізілу керек. Аудармашылар барлығы жауапты болу керек. Тиісінше оның ақысы да дұрыс болу керек болады. Үшінші ресурс. Ресурс деген жаңа айтып тұрған программалар, жаңа айтып тұрған кинофильмдер, мультфильмдер, театр, бүкіл ресурс. Кітап, барлық ресурсқа кіреді. Соның барлығын мына кісілер алып, тіл комитеті, соның бәрін бақылап отыру керек, қай жерін қалай бұрап, қалай дамыту керек, қанша ақша бөліну керек. Осылай бөлінгенде ғана бұл ешқандай программаның керегі жоқ өзі. Өзінен өзі шығып тұр. Егер билігіңіз сөйлесе қазақша, көшенің бәрі сайрап кетеді. Болды. 3-ақ жылда сіз қазіргі мемлекеттік қызметшілердің барлығын қазтесттен өткізіңіз, бірақ шошымаңдар деңіз, шығарып тастамаймыз. Бірақ сіздерді дамытуға тырысамыз. Тілді білмесеңіз, кешіріңіз, онда сарапшы болып қаласыз осы мәселеде. Екі тілді білетін, екі тілді. Бір тіл ақ білмей қойсын. Қазір бір тілдердің бәрі тек қана орыс тілдер. Екі тілдер қазақ тілін міндетті түрде біледі. Екі тілдерді алсаңыз, автомат түрде билік қазақша сөйлейді. Сосын термин мәселесі, оның барлығын дұрыстай жатамыз.